Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз сендермен 5-ші бөлімнің 2-ші сабағы дене мүшелері тақырыбын өтетін боламыз. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами пройдем вторую тему 5-го раздела «Дене мүшелері. Части тела». Жаңа сөздермен танысайық. Ребята, новые слова. Прочитайте, повторите, напишите в словарь и обязательно выучите эти слова. Көз, глаз, мұрын, нос, құлақ, уши, ауыз, рот, тіс, зуб. Ребята, обратите внимание на произношение слов. Слово нос, мұрын. Когда произносим мұрын. Когда пишем букву мұрын. Сурет пен сөздерді сәйкестендіре отырып қайталайық. Повторим произношение слов и запомним. Бірінші сурет, первая картинка, құлақ. Екінші сурет, вторая картинка, мұрын. Үшінші сурет, третья картинка, көз. Четвертая картинка, төртінші сурет, ауыз. Тәуелдік жалғауын қайталайық. Бірінші мен оқим, менен кейін сен оқы. Сначала читаю я, а затем ты. Менің көзім. Менің құлағым. Сенің құлағың. Сенің тісің. Оның мұрыны. Оның құлағы. Обратите внимание, ребята, при склонении последняя буква «к» меняется на «г». Мой глаз, твой зуб, его нос. Мәтінді тыңда, видеоны тоқтатып, аудармасымен бірге өзің оқып көр. Послушай текст, поставь видео на паузу и прочитай сам с переводом. Менің атым Әнел. Менің көзім үлкен. Құлағым кішкентай. Мұрным әдемі. Аузым кішкентай. Тісім ақ. Меня зовут Анель. У меня большие глаза. Маленькие уши. Красивый нос. Маленький рот. Белые зубы. Анельді сипатта. Опиши Анель. Анельдің көзі қандай? Какие глаза у Анель? Анельдің көзі үлкен. Большие глаза. Анельдің құлағы қандай? Құлағы кішкентай. Маленькие уши. Анельдің мұрны қандай? Какой нос у Анель? Мұрны әдемі. Красивый нос. Анельдің аузы қандай? Аузы кішкентай. Маленький рот. Анельдің тісі қандай? Какие зубы у Анель? Тісі ақ, белые зубы. Бұл тапсырманы жазбаша түрде дәптерге орында. Төмендегі сөздерді қазақ тіліне аударып жаз. Выполни это задание письменно. Переведи слова на казахский язык. Поставь видео на паузу и попробуй сделать сам. Напиши в комментариях свой ответ. А теперь проверь себя. Лицо – бет, глаз – көз, зуб – тіс, рот – ауыз, ухо – құлақ, нос – мұрын, голова – бас. Сегодня мы с вами пройдем вопросительные частицы, демеулік шылау, и из них сұраулық демеуліктер. Частицы не изменяются, придают словам или предложениям различные значения. Именно вопросительные частицы маме, бабе, папе используются в вопросительных предложениях. Им сопутствует вопросительная интонация. Сұраулық демеуліктер маме, бабе, папе,
сұраулық сөйлемдерде қолданылады. Сұраулық реңгін күшейтеді. Мысалы, сен бе? Анельдің көзі үлкен бе? Анельдің құлағы кішкентай ма? Например, у Анель большие глаза. Үлгідегі диалогты пайдаланып, өзің диалог құра. Сұраққа тек «я» немесе «жоқ» деп жауап бер. Составь диалог, используя пример. Ответь на вопросы со словом «да» или же «нет». Әлібек, Анель, сенің көзің кішкентай ма? Анель, у тебя маленькие глаза? Жоқ, ал сенің көзің әдемі ме? Нет, а у тебя красивые глаза? Я, сенің тісің таза ма? Да, а у тебя чистые зубы? Я, сенің мұрның үлкен бе? У тебя большой нос? Әлібек, жоқ. Келесі тапсырма, сөздер мен суреттерді сәйкестендір. Следующее задание: сопоставь картинки и слова. Бірінші сурет көз, первая картинка глаз. Екінші сурет мұрын, вторая картинка нос. Үшінші сурет ауыз, третья картинка рот. Төртінші сурет құлақ, четвертая картинка уши. Сандықтағы сөздерді есте сақта. Запомни эти предложения. Менің көзім әдемі. У меня красивые глаза. Оның мұрны кішкентай. У него маленький нос. Сенің құлағың үлкен. У тебя большие уши. Оның аузы кішкентай. У него маленький рот. Ал мына тақпақты жаттап ал. Выучи это стихотворение. Сначала прочитай вместе со мной. Жағаңды кір шалмасын, таза болсын балағың. Елден ұят болмасын, тісіңді жу қарағым. Ақылбек Шаяхмет. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.